Сәлем достар, өмірде әр нәрсенің екі жағы болатын секілді. Табиғат құшағында да бізге тигізер жағымсыз әсерлері бар. Ол дегеніміз заңдылық емес пе? Әсіресе табиғат аясына серуенге шыққан кезде денсаулығыңызға аса абай болыңыз. Себебі жер бетінде қорғаныс күші ретінде тістеп шағатын тіршілік иелері миллионнан асатыны белгілі дерек. Олардың ішінде бір талайы адам ағзасына зиянсыз болатын болса, басқа жартысы тістелінген жанға шыдауға мүмкін емес азапты ауруды сыйлайды. Ал кейбірінің шағып тістеуі адамды ажал құштыруға дейін қауқарлы. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз әлемдегі ең ауыртатын тістеу мен шағуға ие жаратылыстарды назарларыңызға ұсынамыз. Достар, видеомыз басталмастан еңбегімізге қолдау жасап, лайк басып, арнамызға тіркеле кетіңіз. Біз барлығымыз 1 миллион көрермен санынан асып, 2 миллионға дейін бара жатырмыз. Бұл жолда қазақи контентті қолдайтын адамдар жетпей жатыр. Сондықтан видеоның төменгі жағындағы қызыл подписация батырмасына және қасында шыққан қоңыраушаға басуға ұмытпаңыздар. Пазлға жазылдыңыз ба? Ондай болса жалғастыра берейік. Пепсис жабайы арасы. Бүгінгі топтаманың соңында орналасып, шаққаны аса қауіпті болмаса да, сіз осы бір жәндіктің тістеген әрең шыдай алатын едіңіз. Атауы ара болғанымен, оның шаққаны әлде қайда ауыр. Бұл 5 сантиметрлік араны бостан-босқа үлкен өрмекшілердің өлтірушісі деп атамайтын шығар. Пепсис жабайы арасы өрмекшілерді уымен әлсіретіп, жаны шығуға жақындаған сәтте жәндіктің ішінде жұмыртқалап кетеді екен. Осылайша әлі тірі, бірақ тым әлсіреген өрмекші жаңа туылған араларға жем болып қалады екен. Жалпы пепсисті адамдар еш қызықтырмайды. Олар бізді шақса тек қорғаныс ретінде ғана шағады. Әрине сіз оның уынан өлмейсіз. Алайда қиналып екі бүктеліп шығасыз. Шаққан жері тек 5 минут ауырса да, сол бір 5 минут сіз үшін мәңгілік сияқты көрінеді. Мұндай азапты кешкендердің айтуынша, адам қозғала алмай және бірде сөз айта алмай қалады екен. Үйрек тұмсық. Бұл тіршілік иесі алғаш табылған кезде адамдар мұндай жануардың бар болуына таң қалатын. Оның үйрекке ұқсас тұмсығы мен құндыздың құйрығы және аяқтары бар. Үйрек тұмсықтың таңғалдырар тұстары жетерлік. Мысалы, оның асқазаны жоқ және ол жұмыртқалайтын сүтқоректі болып келеді. Ал оның ең ерекше жақтарының бірі ол уы болып саналады. Үйрек тұмсықтың сәл күлкілі келбетінің артында қауіпті жануар тығылады. Шын мәнінде үйрек тұмсық сирек кездесетін улы сүтқоректілердің бірі. Бірақ оның шағатын улы мүшесі сіз ойлағандай тістерінде немесе тұмсығында емес, керісінше артқы аяқтарында жасырын орналасқан. Дәл сол жерде арнайы мүйізді шпорлар бар. Олар үйрек тұмсықтың аталығында арнайы безбен байланысты. Жануар қаруын аналық үшін төбелескен кезде қолданады. Бірақ олар өз-өзін қорғау үшін кезінде де оң қолдануы мүмкін. Ең бастысы қарсыласқа аяқпен тиіп кетсе болды. Жоқ, үйрек тұмсықтың уы адамды өлтіре алмайды. Дегенмен ол сізді улы табанмен тепсе, сол жеріңіз өте қатты, тіпті шыдатпай ауыртады. Сонымен қатар соққы тиген жер айлап ауруы мүмкін. Қара теңіз кірпісі. Ал бұл су иесіне тек қараған кезде бірден одан аулақ жүру керек деген ой туындайды. Бірақ сіз үшін жасырын болып тығыла жүретін су жаратылысынан қалай абай боласыз? Негізі табиғатта теңіз кірпінің жүздеген түрлері кездеседі. Олардың кейбіреулері зиянсыз. Тіпті бұл теңіз жануарлардың уылдырығы жапон тағамдарында белсенді қолданылады. Бірақ қара теңіз кірпісі өз тұқымдастарының арасында ең қауіптісі болып келеді. Бұл жаратылыс жерорта теңізінде мекендейді және сол жерде сүңгуірлер мен туристерді үнемі шабуыл жасап, оларды азапты ауыртып отырады. Қара теңіз кірпісінде көп ұзын және мықты инелер бар. Абайсыздықтан оны басып кетсеңіз, улы инелердің барлығы сіздің аяғыңызға бір-ақ кіреді. Ал шалған жердің ауырғаны шыдатпайтыны соншалық, адам есінен танып, жарақат алған жерден бірден ісік пайда болады. Ал кейін қан қысымы төмендеп, дем алу қиындай түседі. Кей жағдайларда абайсыздықтан кірпіні басқан адамдар қайтыс болып кетуі мүмкін. Мамандар қара кірпінің инелерін табаннан өз күшімен алуға тыйым салады. Себебі бұл жағдайды қиындатып, инелердің қалып қалуына әкеп соғады. Тас балығы.
Ал бұл үнді және тынық мұхиттарында мекендейтін мінсіз жаратылысты шын мәнінде су тіршілік иелерінің арасындағы ең сүйкімсіз деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Сұлулық сөзіне қайшы бола білген балық ең жиіркенішті балықтардың қатарына да кіреді. Мүмкін содан ба шаққан кезде кегін алғандай аяусыз шағады екен. Тас балықты басып кеткен адамдардың айтуынша, жарақат жері ауырғаны соншалық аяғынды кесіп тастағын келеді екен. Егер балықты басып кеткеннен кейін тез аралықта медициналық көмек көрсетілмесе, адам локалды нервтің атрофиясынан көрден бір-ақ шығуы мүмкін. Тек Австралияның шығыс жағалауында жылда мыңдаған адамдар бұл балықтың кесірінен реанимацияға түсіп жатады. Аризоналық ағаш сарышаяны. Калифорнияда және мексикандық шөлдерде ерекше қауіпті құбыжық мекендейді. Ағашты сарышаян кез келген үйге қандай да бір кішкентай тесіктерден кіріп кете алады. Жәндік болғасын үйлерге кіріп, өзіне қауіпсіз орынды іздейді. Сонымен қатар ол салқын әрі ылғалды жерлерді өте қатты жақсы көреді. Сол себептен оны көбінесе жертөле, шатыр, отынның және тастардың астынан табуға болады. Бұл сарышаян шаққан кезде сіздің ағзаңызға нейротоксиндік уды жібереді. Адамдардың айтуынша ауырғанда бүкіл денені тоқпен соққандай болады. Аздан соң әлсіреу, діріл және құсу басталады. Дер кезінде антидотты алмасаңыз, тез аралықта өліп кетуіңіздің мүмкіндігі бар. Оған жылда осы сарышаяннан құрбан болғандар дәлел болып келеді. Үлкен су қандаласы. Бірнеше жыл бұрын елімізде әлеуметтік желілер арқылы осындай қорқынышты бейнедегі беймәлім жәндіктің фотосы мен видеолары таралып, адамдардың зәресі алынған еді. Оның о сізді лезде өлтіріп жібереді дегенді естіп, барлығы бұл ақпаратты тарата түскен. Ал шынына келетін болсақ, бұл жәндік белостоматида тұқымда су қандаласы екен. Бұл ең ірі жәндіктер қатарына кіретін қандаланың ұзындығы 15 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Сонымен қатар бұл жәндік елімізде кездеспейді екен. Ол Оңтүстік Африка, Шығыс Азия, Оңтүстік Шығыс Азия, Қытайдың солтүстік шығысында, Корея және Жапония мен Солтүстік Америкада мекендейді. Сондай-ақ мамандар бұл жәндіктің өлімге әкелетін жоққа шығаруда. Жәндік балық және шабақтармен қоректенеді. Су қандаласы судан адамның үстімен өрмелеп, қауіпті сезе қала шағып алу мүмкін. Улы болмағанымен оның тістеп алған жеріндегі ауру сізді қиынатып жібереді. Айта кетерлік зат, трипофобиясы бар адамдар үлкен су қандаласының фотосына қарай алмайды екен. Ал көпшілікте қорқыныш тудыратын арқасындағы бездері ол қандаланың жұмыртқалары екен. Арляк. Сіз білдіңіз бе, скат ол тек бір тіршілік иесінің түрі емес, олардың көптеген түрлері болады екен. Ал бүгінгі біздің кейіпкеріміз дәл сол скаттардың қатарына жататын арляк атты су тіршілік иесі болып келеді. Ол бүгінгі видеомыздағы басқа жәндік пен балықтарға қарағанда аса қауіпті болып келеді. Неге десеңіз, бұл скаттардың құйрығында сүйек тәріздес безгегі орналасқан. Бұл безгек адамның терісін тесіп жыртып жіберіп, қанға уын шашады. Кейбір сәттерде арляктың шабуылы қол немесе аяқтың ампутациясына әкеп соғады. Егер осындай шабуылға тап болсаңыз, бірнеше тәулік бойы емделгеннің өзінде қиналып жатасыз. Тағы қауіпті жағдайлардың бірі ол жарақаттан қан ағуы болып келеді. Өйткені скаттың уында қанды ұйытпайтын белсенді зат болады. Тікенекті тәжі. Бұл теңіз жұлдызы су астында үлкен рифтерде мекен ететін ерекше су иесі. Сол себептен дайверлер мен осы жерге келіп видео немесе фотосъемка жасайтын адамдар бірден тікенекті тәжіні көруге келеді. Бірінші рет көрген кезде бұл әдемі тіршілік иесі тіпті басқа планетадан келген сияқты көріністі тудырады. Жалпы тікенекті тәжі бар суға өте мұқият болып түсу қажет. Неге десеңіз, бұл теңіз жұлдыздың енелерінің ұштарында уы бар бездер орналасқан. Ондай укол тура сол сәтте шыдатпай ауырта бастайды және ағзаны улап өлтіріп жіберуі де мүмкін. Бүкіл денеңіз бірнеше сағат ауырсынады, ал терідегі іздері бірнеше айдан кейін бірақ кетеді. Оқ құмырсқа. Парапанера клавата құмырсқа түрі шаққаннан байланысты оқ құмырсқалар аталып кеткен. Олар шаққанда адам қарумен атқандай әсер алады. Қара қоңыр түсті басы үлкен жәндік басқа өз тәріздес құмырсқалардан әлде қайда ауыр шағады. Оқ құмырсқалардың колониялар мыңдаған жәндіктерден тұрады. Әдетте олар өз ұяларын ағаштардың түбіне салады. Бұл жәндіктер шірнемен қатар ұсақ буынақ денелермен қоректенеді. Өзге құмырсқалардың илеуін көргенде
оқ құмырсқалары қанды шайқастарды бастап кетеді. Бұл құмырсқаларды бекерден бекер оқ деп атаған жоқ, ол кез келген шайқастарға дайын болып тұрады. Бір құмырсқаның өзі ақ тістегенде мылтықпен атқандай жатасыз, және аяқ қолдарыңызды біраз уақыт сезбейсіз. Мінеки достар, бүгін сіз әлемдегі ең ауыртып тістейтін тіршілік көздері жайында көбірек білдіңіздер. Видеомызға ерінбей лайк басып, арнамызға тіркеліп, пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Және де видеоның сипаттамасындағы барлық сілтемелерден өтіп, біздің барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.